Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі сабақта біз осындай тақияларға арналған картоннан тақияның основасын жасап үйренетін боламыз. Бұл картоннан жасалған основалар бізде тақияға форма беру үшін жасалатын болады. Неге осылай тақияны кигізіп қоямыз. Сонда мынау тоқылған тақияларымыздың формасын ұстап тұратын болады. Ең алдымен біз осындай кез келген коробкаларды аламыз және де жоғарғы жағын 20 сантиметрлік дөңгелек жасап, диаметрін 20 сантиметр етіп дөңгелек жасаймыз. Ал төменгі жағына біз 10 сантиметр етіп, биіктеу етіп ала беретін боламыз. Себебі ол біздің тақиямызға жаңағыдай формасын жасап тұруы үшін ғана керек болады. Ең алдымен жоғарғы жағын жасаймыз. 20 сантиметр болуы керек. Ол біздің диаметрі 20 сантиметр болу керек. Осылай 20 сантиметр өлшеп аламыз. Жоғарғы жағынан және төменгі жағынан осылай 20 сантиметр өлшеп примерно дәл ортасын тауып алатын боламыз. Ол үшін осылай 20 сантиметр өлшеп қоямыз да, ортасындағы 10 сантиметр болатын жерін өлшеп аламыз. Мына жағын өлшеген кезде сол тесікке 10 сантиметр қойып, екі жағынан осылай белгі жасаймыз. Егер сіздерде циркуль жоқ болатын болса, осы сызғыштың көмегімен ортасына 10 сантиметрді қойып, екі жағынан 10 сантиметрден осылай белгілеп алып, дөңгелек етіп сызып алсаңыздар болады. Мына жағы 20. Кейін мынау екі сызылған бөлшектерді осылай қосып дөңгелек шығарып аламыз. Неге дөңгелегімізді дөңгелектеп сызып алдық. Енді осыны сызған жерімізден қырқып аламыз. Міне дөңгелегімізді қырқып алдық. Енді біз астыңғы жағын жасаймыз. Ол үшін бізге ұзын картон керек болады. Немесе сіздерде ұзын картон жоқ болса, ортасынан скотчтап жіберсеңіздер де болады. Осындай ұзын картонды 10 сантиметр етіп өлшеп аласыздар. Бұл бізге өзімізге кигенге болмағандықтан осындай биіктеу етіп жасай береміз. 10 сантиметр етіп ұзындығын мен 56 сантиметр етіп жасаймын. Өзімнің басы өлшемім 56 размер. Және де көптеген стандарт размерлер сол 56-57 сантиметр болғандықтан ұзындығын 56 сантиметр етіп жасаймын. Ал сіздер өздеріңіздің бас өлшемдеріңізге қарай жасасаңыздар болады. Немесе менікіндей 56 сантиметр етіп ұзын етіп қиып аласыздар. Мінекей мен 56 сантиметрлік, мына жағын 10 сантиметр етіп дайындап қырқып алдым. Мынау бізде тақияның жоғарғы жағы. Енді біз осы төменгі жағын осы дөңгелекке айналдырып жабыстыруымыз керек болады. Және де дөңгелектің артық жерін қырқып алатын боламыз. Осылай өлшеп аламыз. Және де осы ұзын қырқылған картонды осылай дөңгелектің айналасынан бүйтіп айналдырып әкеп өлшеп көреміз. Және де екінші қырқатын жерін жобамен өлшеп аламыз. Дәл осы жерді нүктеге қосып біз қазір қырқып алатын боламыз.
Міне қырқып алдық. Енді біз осы екеуін осылай жабыстырып скотчтап аламыз. Қырқан жерімізді бір-біріне қосып скотчтап аламыз. Ішкі жағынан да скотчтап аламыз. Мінекей. Енді біз мынау астыңғы жағын осылай дөңгелектеп қосып, мынаны осының үстіне қойып скотчтап алатын боламыз. Мінекей, скотчтап шықтық. Бұл бізде осындай тақияларымыздың тоқылған формасын жасап келтіруге арналған. Мінекей. Осылай тоқылған тақияны кигізіп қоясыздар. Формасын осылай әдемі етіп шығарып аласыздар.